Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ең әуелі Аллаға мақтау мадақ болсын, пайғамбарымызға салауат сәлем болсын. Құрметті мұсылман жұртшылық, жамағаттың сұранысы бойынша біз фиқх сабағынан, Ханафи мазхабы бойынша фиқх кітабынан имам Қудуридің Мәтін Қудури кітабын сол намаз бабынан бастаймыз. Мәтінде айтады: "Ауал уақти субх, иза талаал фаджру сани". Енді ашықтамасында имам Майдани китабы сала, шурау фил мақсуд ба'да баянил васила. Біз сол намазға кілт болған дәрет бабына өттік. Енді негізгі мақсат намазға тоқталдық дейді. Намаз дегеніміз ас-сала сөзі, бұл ад-дуа, тілдік мағынасы дұға деген мағынаны білдіреді екен. Алла Тағала Құран кәрімде «Уасалли алейхим», оларға дұға ет деген аятта сөз айтылған. Ал шариғатта намаз деп нені айтамыз десе, афал махсусал муфтатаха бит-такбир ал-мухтатама бит-таслим дейді. Тәкбірмен басталып сәлеммен аяқталатын белгілі іс-әрекеттерді намаз деп айтады екенбіз дейді. Демек біз осы жерде де түсінуіміз керек, Құранды, ислам дінін түсіндіруші ол пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранды бізге жеткізді. Алладан Жибрил алейхиссалам Құранды пайғамбарымызға түсірді, пайғамбарымыз бізге түсіндірді. Сондықтан кейбіреулер, әсіресе құраншылар, кейбір исламофобтар, кейбір жаңағыдай тәңіршілер бұл жерде сала деп тұр ғой дейді да. Сала дегені, яғни ол дұға ғой дейді. Кейбір құраншы айтады: "Мен сондықтан мен өйтіп қазіргі мұсылмандардың намазын оқымаймын" дейді. "Мен дұға қыла салам болды, мен сонымен Құранды орындадым" дейді. Сонда пайғамбарымыз Құранды иесі, Құранды түсіндіру міндеттелінген, дін аманат тапсырылған, Алланың өзі пайғамбарымызға сеніп, дінді 23 жыл жеткізуіне бұйырған, пайғамбардың өзі демек Құранды дұрыс түсінбей қалыпты. Міне осындай күлкілі сөздерді айтады қазіргі жатағым өкілдері. Жалпы айтқанда олар исламды құртуға арналған жатағым өкілдері болып есептелінеді. Сондықтан маманданбаған, көрінген адамның сөзін тыңдай бермеуді өсиет етеміз. Тіпті маманданған адамның өзінің деңгейі жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан бұл дін ілімі өте терең ілім. Діннен тікелей Құраннан түсіндіріп бере алу деңгейі, хадистен тікелей түсіндіріп беру деңгейі мұтлақ мүжтәһидтің, мазхаб иесінің міндеті болып табылады. Өйткені ғалымдар, пайғамбардың мұрагерлері, сол пайғамбарымыз түсіндірген нәрсені бізге бұлжытпай түсіндіріп беруші, бұл мазхаб иелері мұтлақ мүжтәһид болған имам Абу Ханифа сынды ғалымдар. Демек имам Абу Ханифаға біз ілестік пе, толықтай біз сүннетке ілестік деп есептейміз. Өйткені пайғамбарымыздың хадисі бар, кіріспе ретінде айтып кетейік, намаздың алдында: "Егер бір үкім етуші үкім етіп дұрыс тапса 2 сауап дейді, қателессе 1 сауап дейді." Осы үкім етуші иштихад жасап деген сөзі бар. Иштихад жасау демек мүжтәһид деңгейіне жеткен ғалымның деңгейі болып есептеледі. Имам Абу Ханифа барлық мәселені Құран сүннеттен тікелей шығарып алатын деңгейге жеткен. Ғасырлас ғалымдар бұны мойындаған және үмбет ол кісіні мойындаған. Демек намаз сөзі бұл тілдік мағынасы дұға болғанмен, шариғатымызда, ислам дінінде ол арнайы термин болып есептелінеді. Тәкбірмен басталып, сәлеммен аяқталатын арнайы іс-әрекеттерді, ғибадат құлшылық сөздерді не дейміз? Намаз деп атайды екенбіз. Уахуа фардур айнин аля кулли мукаллаф. Намаз әрбір мукаллаф, шариғатты орындауға міндеттелген адамға парыз болып есептелінеді. Яғни ақыл есі дұрыс, балиғатқа толған, мұсылман адамға намаз парыз болып есептелінеді. Валакин туъмару бихал аулад ли 7 синин. Енді бұл намаз парыз болғандықтан, пайғамбарымыздың хадисінде айтылатындай, баланы 7 жастан жаймен үйрету керек. Парызға дайындау керек. Мына балиғатқа толған кезде намазды оқып бірден бастап кету үшін. 10 жаста кішкене не істеу керек дейді, тәрбиелеу керек дейді. Яғни, сен балиғатқа толайын деп жатсың, қазақта да 13-те отау иесі демекші,
міне сен ер жетіп жатсың деп кішкене не істеу керек, ақылға шақыру керек дейді. Ал енді намазды жоққа шығару, намаз парыз емес деу, бұл күпірлік болып есептелінеді. Намазды жалқаулықпен тастау, ол жаңағыдай күпірлік емес, бірақ күнә арқалайды. Ауал уақытыл фәжр. Енді біз намазда 5 уақыт намаз бар екен білеміз. Сол 5 уақыттың уақыттарына келіп тоқталды. Неге жаңағыдегі сол намаздың бірінші уақытын біліп алуымыз керек. Қаддамаху ли адмил хилафи тарафайхи дейді. Бихилаф ғайрихи кәма сатақифу алейхи дейді. Алғашқы таң намазының алғашқы уақыты иза талаа фаджру ас-сани. Екінші таң атса дейді. Ва хуал баядл муътарид фил уфуқ. Көлденеңнен ататын, көкжиектегі таңды айтады екенбіз. Бихилафил ауал. Ал бірінші ұзыннан ататын таң, ол өтірік таң деп есептелінеді дейді. Ол сол жіңішке ұзын болып не істейді? Көрінетте артынан қараңғы болып кетеді дейді. Ва ахиру вақтуха ма лам татлуъ аш-шамс. Таң намазының ең соңғы уақыты ол күн шыққанша екен дейді. Мысалы, бір адам намаз оқып жатыр, күн шығу уақытына 0,0 секунд қалғанға дейін бітірді. Тақатып бітірді, онда ол адамның намазы қаза болып кетеді. Демек, адам таң намазын күн шығуына жоқ дегенде 2 минут қалғанға дейін бітіру керек екен. Сол кезде намазы қаза болмайды екен. Ва ауал уақыту зухур иза залат аш-шамс. Ал енді таң намазынан кейінгі 5 уақыты ол күн ауғаннан басталады екен. Күн тал төбеге келеді. Одан кейін батыс жаққа қарай ауып бастағаннан бастап, таң 5 намазы басталады екен. Ва ахиру вақтуха инда Аби Ханифа рахимахуллах иза сара зилла кулла шейин мислейхи сива файуз завал. Ал 5-нің соңғы уақыты, 5-нің шығу уақыты, әр нәрсенің көлеңкесі 2 есе болған кезде, тал төбедегі көлеңкеден есептемеген кезде, яғни тал төбедегі көлеңкенің ұзындығын сол 2 есе көлеңкеге қосқан кезде 5-нің уақыты шығады екен. Осы жерде талас бар екендігі белгілі. Имам Абу Юсуф және имам Мұхаммед, ол кісілер әр заттың көлеңкесі 1 есе болған кезде 5-нің уақыты бітеді дейді. Енді осы жерде ескертуіміз керек, бізде осы фиқ кітаптарында негізгі көзқарас имам Абу Ханифаның пікірі болып есептелінеді. Кейбір мәселелерде имам Абу Юсуф, имам Мұхаммедтердің көзқарасы негізге алынады. Оны да жаңағыдегі осы фиқ кітаптарында ескеріп кетеді. Сондықтан кез келген талас бар мәселеде бізде қалағанымды алам деген нәрсе болмайды екен. Негіз көзқарас деп есептелінген пікірді ғана алады екенбіз, қалғаны әлсіз болып есептелінеді екен. Енді неге имам Абу Ханифаның мазхабы бола тұра, имам Абу Юсуфтың көзқарасы алыну керек десе, өйткені осы мәселеде, талас туындаған мәселеде имам Абу Ханифаның 2 көзқарасы болады екен да. Сол имам Абу Юсуфтың айтқан пікірі имам Абу Ханифамен сәйкес келеді екен, 2-ші көзқарасына. Сондықтан кейбір мәселелерде осы жаңағыдай кітаптарда айтылады, фиқ кітаптарында имам Абу Юсуфтың көзқарасы алыну мүмкін дейді, немесе алынады дейді, немесе имам Мұхаммедтің көзқарасы алынады дейді. Ал бірақ онда ескертпеген жерлерде имам Абу Ханифаның пікірі алынатын болады. Сондықтан мына жерде талас бар, қалағанын таңдап ал деген нәрсе жоқ екен. Фиқ кітабында да өзінің түсіну жолдары болады екен. Енді асырдың уақыты, асырдың алғашқы кіретін уақыты иза хараджа уақыту зухур алал қаулайн. 5-нің уақыты шыққан кезде асыр уақыты кіреді дейді. Сол жаңағыдегі 2 пікірге негізделе осылай айтамыз дейді. Яғни имам Абу Юсуфтың көзқарасында 1 есе болғаннан басталады асыр уақыты, ал имам Абу Ханифаның негізгі көзқарасы осы болып есептеледі. Имам Абу Ханифаның есебінде әрбір заттың көлеңкесі түскі көлеңкемен қоса 2 есе болған кезде асыр уақыты басталады дейді. Енді асыр уақыты
ең соңғы уақыты ол күн батқан кезде болады дейді. Яғни күн батпайынша асыр уақыты болады, күн батып кеткен кезде асыр уақыты шығады. Ал енді күн батқаннан кейін ақшам уақыты күн толықтай батқан кезде кіреді. Ал енді ақшам уақытының ең соңғы уақыты мәлім тағиб шафақ. Мынау күн батқаннан кейінгі шапақ жоғалса, сол кезде не болады? Ақшам уақыты бітеді. وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبو حنيفة. Имам Абу Ханифаның есебінде бұл күн батқан кезде көкжиек сары болады. Қызыл болады. Сол қызыл кеткеннен кейін көкжиегі ағарады. Ағарғаннан кейін қараяды. Сол ағарған көкжиекті айтамыз дейді. Сол ағарған көкжиек жоғалған кезде ақшам уақыты бітеді дейді. Бұл имам Абу Ханифаның пікірінде. Имам Абу Юсуф және имам Мұхаммедтің пікірі бойынша бұл не болады? Қызыл көкжиек деп айтылады дейді. Яғни шапақ дегеніміз көкжиектегі қызылды айтамыз дейді. Енді бұл мәселеде талас бар. Екі көзқараста не істелінген? Дұрыс деп қабылданған мазхабта. Сондықтан бір көзқараста демек қызыл шапақ кеткен кезде ақшам уақыты шығып кетеді. Екінші көзқараста ақ шапақ кеткен кезде ақшам уақыты шығып кетеді. Ал енді құптанның уақыты сол шапақ жоғалғанда кезде дейді. Құптанның алғашқы уақыты ақшам уақыты шығып, шапақ жоғалған кезде құптан уақыты кіреді екен де, оның ақыры таң намазына дейін екен. Яғни таң атқанша құптан уақыты болады да, таң атып кеткен кезде құптан уақыты бітеді екен. Ал енді бізде өтір уәжіп намазы бар. Өтір уәжіп намазы ол құптан уақыты болып есептелінеді. Соңғы уақыты таң атқанша болады дейді. Бірақ оның шарты, өтірдің шарты парыз намаздан кейін орындалу керек. Яғни құптанның парызынан кейін орындалса өтір есепке алынады. Енді бізде мұстахаб уақыттар бар. Мұстахаб уақыттар, яғни сол уақытта пайғамбарымыз намаз оққан, сол уақытта намаз оқуға қызықтырған. Таң намазында юстахаббу исфар бил фаджр. Таңды сарғайтып оқу дейді. Таңды сарғайтып оқу дегені жобасы күн шығуға 1 сағат қалған уақыт. Сол уақытта жамағатпен оқу мұстахаб болып есептелінеді. Ал енді қазір адамдардың жұмысына байланысты, уақыттың тығыздығына байланысты мұстахаб уақыттар сақталмауы мүмкін. Сол кезде жамағатпен оқып алғанымыз абзал ма, әлде мұстахаб уақытта күткеніміз абзал ма десе, әлбетте жамағатпен оққан абзал болып есептелінеді. Ол жаңағыдай мұстахаб уақытқа жетпей оқып алса да, жамағатпен оққан намаз абзал болып есептелінеді. Вал ибрад бил зухр фи сайф. Енді бесінде мұстахаб уақыт, бұл бесінде суытып оқу дейді. Суытып оқу дегенімізде ғалымдарымыз түсіндіреді. Сол үйдің, ағаштың көлеңкесі созылып, сол көлеңкеде жүре алатындай уақытта жаңағыдегі суыту сол уақыт болып есептелінеді дейді. Жаздың кезі демек бесінде жамағатпен сол алғашқы уақытында емес, бәлкім көлеңке пайда болатын уақытта оқуы ол мұстахаб болып есептелінеді екен. Ва тақдимуха фиш-шита. Ал енді қыстың кезінде ертерек оқу бесінде бұл мұстахаб болып есептелінеді дейді. Сол сияқты, сол жаздан басқа мезгілдерде де ертерек оқу мұстахаб болып есептелінеді дейді. Ва таъхирул аср ма лам ятағайяр шамс. Ал енді аср намазын күннің көзі өзгергенге дейін тақатып оқып алу мұстахаб болып есептелінеді дейді. Қазір жобаммен макрух уақыттарда айтылады. Күннің көзі күн батарға 20 минут қалған кезде өзгереді деп есептесек болады. Сол демек 20 минутке дейін асырда оқып бітсе, соған тақатып оқып бітсе, мұстахаб сол болып есептелінеді екен. Ва таъджил мағриб. Ал енді және бір мұстахаб уақыт, бұл
мағриб уақытын барынша ерте оқу. Өйткені ең алғашқы уақытында оқылады мағриб, яғни ақшам намазы. Себепсіз кешіктіре берген сайын мәкрух болады, жеңіл мәкрух болады да, ал енді жұлдыздар көрініп бастағаннан бастап, ол мәкрух тахрими болып кетеді дейді. Яғни жобасы 20 минуттан кейін себепсіз қалдырдың ба, 20 минутқа кешіктірдің ба, тахриман мәкрух үкімін алып кетеді дейді. Ва тахирул аша иля ма қабла сүлүсул лейл. Ал енді құптан уақытының мұстахаб уақыты түнде 3-ке бөлеміз дейді. Ақшамнан бастап таң атқанға дейінгі уақытты 3-ке бөлеміз. Сол алғашқы бөлігінің соңында оқу мұстахаб болып есептелінеді дейді. Я, алғашқы бөлігінің ақшамнан бастап таңға дейінгі түнде 3-ке бөлеміз де, сол алғашқы бөлігі қай сағаттарға келеді? Сол алғашқы бөлігінің соңғы уақытында оқу не болады? Мұстахаб болып есептелінеді екен. Ва юстахабу фил витр лиман я'лафу салатул лейл ан юаххирал витр иля ахирил лейл. Енді өтір намазында мұстахаб болатын нәрсе, егер түнде оянам, түнгі намазға тұра алам десе, түнгі намазда тұрып, сол таңның алдында, таң атпай бұрын оқып алғаны мұстахаб болып есептелінеді екен дейді. Ал енді түнде ояна алмайым, түнгі намазға, тахаджуд намазына тұра алмайым десе, онда құптаннан кейін ұйқыдан алдын үтірді оқып жатқаны дұрыс болады дейді. Мұстахабы, қызықтырылған амал сол болады дейді. Азан тақырыбына келдік. Әл-азан сүннәтун лиссалаватил хамс вал джумаат дуна сиваха. Азан айту 5 уақыт намазға, яғни 5 уақыт намазының парызына және жұма намазына сүннет болып есептелінеді, бекітілген сүннет болып есептелінеді. Басқаларына азан сүннет емес дейді. Яғни, мысалы, бір адам асығыс болуы мүмкін, 5-інің уақытында әлі азан шақырылмай тұрып, немесе азан шақырылып жатқан кезде 5-інің сүннетін оқуына рұқсат. Васифатул азан ан яқула Аллаху акбар иля ахирихи. Енді азанның сипаты белгілі дейді. Негізі дұрысырақ тоқтаған дейді. Сол бөліп айтқан жақсырақ дейді. Сосын бізде тәржиғ деген нәрсе жоқ екен. Басқа мазхабтарда тәржиғ деген нәрсе бар. Яғни сол Аллаху акбар дегеннен кейін өз ішіңнен қайттан Аллаху акбар дейсің. Ондай бізде ол не болып есептелінбейді? Сүннет амал болып есептелінбейді. Ва язиду фил азан аль-фаджр ба'да аль-фалах ас-салату хайрун минан наум марратайн. Бізде таң намазында хайя алал фалах дегеннен кейін ас-салату хайрун минан наум деп 2 рет қосылады дейді. Яғни 2 рет сол сөзді қосып айту сүннет болады. Таңның азаны кішкене ерекше болады екен. Вал иқамату мислул азан дейді. Ал енді қамат айту ол азан сияқты дейді. Тек қана хайя алал фалахтан кейін қад қаматис салах деп 2 рет айтамыз дейді. Сол кезде не болады? Қамат айтылған болады. Бұл жерде де басқа мазхабтарда қаматты қысқарту деген нәрсе бар. Бірақ біздің имам Абу Ханифаның пікірінде азан қалай айтылса, қаматта дәл солай айтылады. Ва ятарассалу фил азан. Азанда не істейді? Созып айтады дейді. Созатын жерлерін созады, ал қаматта жылдам айтады. Ва ястақбил бихимал қибла. Азанды қаматта айтып жатқан кезде қыблаға қарап айтылады дейді. Осы жерде және ескертетін нәрсе, азанды қаматта жүріп айтпау керек. Әсіресе қаматты да кейде жүріп айтып отқан адамдарды көресің. Ол негізі дұрыс емес, ұнамсыздық бар. Азанды қаматты сол тұрған жерінде айтылады. Фаиза балага иля сала вал фалах хауала ваджхаху яминан ва шималан. Ал азанның айтып отқан кезде хайя аля салах, хайя аля фалах деген кезде бетін немесе кеудесін бұрады дейді. Оң жаққа хайя аля салах деп оң жаққа қарап айтады.
хайя алал фалах деп сол жаққа қарап айтады. Бұл жерде де талас бар, бірақ осы көріністі айтқанның оқасы жоқ. Ва юазин лил фаита ва юқим. Енді қаза болған намазға да азан қамат айту сүннет болып есептелінеді. Бірақ ғалымдарымыз ескертетіндей, бұл және бір мәселе бар. Жергілікті жерде азан қамат айтылатын мешіт болса, демек сол азан қамат айтылған болып есептелінеді де, адам не себебіне болады, азан қаматсыз сол өткен намазын, яғни қаза болған намазын бастай беруіне болады екен. Ол рұқсат, өйткені сол намаздың азан қаматы айтылып қойылды деген пікір бар. Осы жерде мысалы қаза емес, үйде намаз оқуға тура келді. Ол кезде жергілікті жерде мешіттің азаны айтылып, қамат айтылған кезде біз азан қамат айтуымыз қайттан сүннет бола ма, әлде айтпай-ақ қойсақ бола ма деген сұрақ туындауы мүмкін. Үйде өзіміз жеке намаз оққан кезде жергілікті жерде мешіттің азан қаматы айтылса, қамат айтып не істейміз? Парыз оқимыз. Бұл өте дұрыс әдет. Намаздың парызының алдында қамат айтып, намазымызды бастай беруімізге ешқандай кедергі жоқ екен. Фаин фататху салават аззана лиула ва ақама ва кана мухайяран фил бақия дейді. Егер бірнеше намаздар қаза болған болса, сол алғашқысына азан қамат айтады да, қалғандарында айтуы өз еркінде болады дейді. Айтпай-ақ қойса болады дейді. Инша аззана ва ақам, қаласа азан қамат айтады. Ва инша иқтасара алал иқама, қаласа жайылдегі қаматқа шектеледі дейді. Вала юаззину ли салатин қабла духули уақтиха. Ал енді азанды уақыты кірмей тұрып айтпайды. Біздің Ханафи мазхабында уақыт кірмеген намазға азан айтылмайды. Айтылып қойған күннің өзінде қайттан қайталануы керек болады. Алла Тағала ескен білгендерімізді амал етуді нәсіп етсін.